Достар, сәлем. Сіздермен бүгін мен Алижан, және бүгін бізде қонақта Шырай. Шырай, сәлем, көңіл-күйің қалай? Рахмет, Алижан, менде бәрі жақсы. Шырай, өзіңді көрермендерімізге таныстырып өтсең. Қай жылғысың, қай жердің тумасысың? Не қызықтырады сені? Мен 2007 жылғымын, осы Өскемен қаласында туғалы бері тұрамын. Мені көбінесе көп жасөспірім сияқты TikTok желісі, көбінесе желілер қызықтырады. Ал мектептегі жағдай қалай? Қай пәнді сүйіп оқисың, несімен баурады? Менде бәрі жақсы, мен қазақ әдебиеті пәнін қатты жақсы көріп оқимын, себебі ол жерде қызықты мәліметтер табуға болады, және де кішкентай кезімнен бастап мәтінді оқып, соны мазмұндап айтуды ұнатамын. Ал қазіргі онлайн платформада саған оқыған қиындық туғызбай ма? Маған негізі сабаққа барып оқыған ыңғайлы, бірақ онлайн сабақ маған қазіргі кезде қиыншылық туғызбайды. Бос уақытыңды қаншалықты тиімді өткізе аласың? Менде қазір көп бос уақытым болмайды, себебі қазір онлайн сабақтар, сондықтан да мен бос уақытым болып жатса, мен әрине де анама көмектесемін. Әр адам біреуге қарап еліктейді. Мен мысалы өзімнің тренерім сенсей Русланға қарап еліктеймін. Сенде сондай адам бар ма? Мен кішкентай кезімнен бастап Амина деген апайыма еліктеймін, себебі оның маған деген берген қолдаулары барлығы өте қымбат. Шырай, болашақта кім болғанды қалайсың? Мен болашақта танымал блогер және де актриса, тележүргізуші болғым келеді. Сенің таңдауың несімен қызықтырды сені? Мен кішкентай кезімнен бастап теледидарды қарап, осыған қызығып, осы армандарымды жүзеге асырудамын. Ал енді сол мамандықтың артықшылықтары қандай, кемшіліктері қандай? Менің арманым ата-анамның атын шығару, ал бұл мамандық маған сондай мүмкіндік береді. Ал жоспарларың қандай? Бәлкім жуыр арада меңгергің келген өнерлерің бар шығар. Мен Instagram желісінен көптеген блогерларды көрем, торт пісіретін, соған қарап, менде сондай жоспар бар. Әр адамның өмірі өз қолында. Сенің армандарыңа жетуіне тілектеспін. Сұхбатына көп рахмет. Сіздермен бірге болған мен Алижан және Шырай. Сау болыңыздар.